Жалпы, тізе неге ауырады? Тізе бір ғана себеппен ауырмайды. Оның қақсап ауыруына бірнеше жағдайлар себеп болады. Атап айтқанда, жарақат алғанда, тізе шығып кеткенде, жартылай тайғанда, аяқ сынғанда және бұлшықет созылғанда тізе ауырады. Ауру ұзаққа созылып, тіпті уақытылы емдетпесе, созылмалы ауруға ұласуы ықтимал. Тізенің буыны шығып кеткенде, егер тізеңіздің іскенін байқасаңыз, онда тізе шығып кеткен болуы мүмкін. Тізе буынындағы ішкі және сыртқы шеміршек ажырағанда. Мұндай диагноз негізінен спортпен айналысатындарда жиі кездеседі. Ал егер тізені бүккен уақытта сықырлап ауыратын болса, онда сізге минералды заттар жетіспегені. Сіңір зақымдалған